Наурызым аудандық кітапхана жүйесі, Дәмді ауылдық кітапханасы, тәуелсіз Қазақстанның өткені мен бүгіні. Тарихы терең тамырымыз бар. Бүгінгі тәуелсіз мемлекетіміз 15 ғасырдағы қазақ хандығының жалғасы. Мемлекетіміздің, халқымыздың терең ежелден тарихы бар. Желтоқсан көтерілісі 86 жылы 17-18 желтоқсан аралығында Алматыда болған. Желтоқсанда мұзға жанған алауым, желбіретті тәуелсіздік жалауын. Желтоқсан құрбандары: Қайрат Рысқұлбеков, Сәбира Мұхамеджанова, Ербол Сыпатаев, Ләззат Асанова. 1990 жылы 25 қазанда Қазақ СССР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. 91 жылы 29 тамызда Семей полигоны жабылды. 91 жылы 8 желтоқсанда тәуелсіз мемлекетте достығы құралды. 91 жылы 1 желтоқсанда Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. 10 желтоқсанда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасының президенті қызметіне кірісті. 16 желтоқсан 91 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі жарияланды. Қазақстан мемлекеттік гимнінің авторлары Жұмекен Нәжмеденов, Нұрсұлтан Назарбаев, әні Шәмші Қалдаяқовтікі. Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасының авторлары Жандарбек Мәлібек, Шотаман Ыдырысұлы. Қазақстан Республикасы мемлекеттік туының авторы Шәкен Ниязбеков. 1992 жылы 2 наурызында бірыңғай ұлттар ұйымына мүше болды. 4 маусымында Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздері қабылданды. 29 қыркүйегінде дүниежүзілік құрылтай Алматыда өткізілді. 1993 жылы 28 қаңтарында Қазақстан Республикасы тұңғыш конституциясы қабылданды. 93 жылы 15 қарашада Қазақстанның ұлттық валютасы теңге айналысқа енгізілді. 1994 жылы Талғат Мұсабаев Союз ТМ-6 ғарыш кемесімен көкке самғады. 1995 жылы 30 тамызында жаңа конституция қабылданды. 1995 жылы 1 наурызында Қазақстан Республикасы президентінің Қазақстан халқының ассамблеясын құру туралы жарлығы шықты. Алматыда республика алаңына Қазақстан тәуелсіздігінің 5 жыл толуына байланысты 16 желтоқсанда тәуелсіздік монументі ашылды. 97 жылдың 10 желтоқсанда Ақмола қаласы Астана болып жарияланды. 1998 жыл халық бірлігі мен ұлттық тарихи жыл болып бекітілді. 1999 жыл ұрпақтар бірлігі мен жалғастығы жылы болып бекітілді. 99 жылдың 10 қаңтарында бүкіл халықтық сайлау нәтижесінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасы президенті лауазымына қайта сайланды. 2001 жыл Қазақстан Республикасы тәуелсіздігі жылы. Тәуелсіз Қазақстанымызға 10 жыл.